Түркістан қаласында Қазақстан Республикасының Конституциясы күні қарсаңында бірнеше нысан пайдалануға берілді. Демеушілердің қолдауымен бірнеше мұқтаж отбасы жаңа баспаналы болды. Жаңа үйлер Үшқоңыр көшесінде бой көтеріп, әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарға табысталды. Бұл игі бастама тұрғындардың тұрмыстық жағдайын жақсартып, оларға үлкен қуаныш сыйланды. Жобаның жалпы құны 35 миллион теңгені құрап отыр. Құрылыс жұмыстары 2025 жылдың мамыр айында басталып, тамыз айында толық аяқталған. Баспана барлық қажетті инфрақұрылыммен қамтылған. Электр жүйесі, ауыз су, ас үй және жуынатын бөлме толық жабдықталған. Жергілікті халық бұл шараны Конституция күні мерекесінің шынайы сыйы деп қабылдады. Шараға Түркістан облысының әкімі Нұралхан Оралбайұлы арнайы қатысып, тұрғындарды жаңа қонысымен құттықтады. Қадірлі қауым, бүгін біз үшін өте ерекше сәт. Біріншіден барлықтарыңызды 30 жылдық Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біріншіден жалпы біздің өңірде осындай жақсы шаралар өтіп жатыр. Бұл бірінші мемлекет басшысының тапсырмасының аясында бүгін міне біздің демеушілердің арқасында осындай 8 жанұяға баспана табыстайын деп жатырмыз. Біріншіден осы демеушілерге алғысымызды айтамыз. Өйткені осындай азаматтардың арқасында жалпы біздің өңірімізде, республикада жақсы игі істер асып жатыр. Осындай игі істеріміз көп болсын. Біз мемлекет тарапынан осы бизнесте жүрген азаматтармен бірлесіп, қолымыздан келгенше мұқтаж жандарға көмектесуге бар күшімізді саламыз. Әрине бір мезетте бәрін шешу өте қиын, бірақ біз қолымыздан келгенше бар күш-жігерімізді салып, осындай бірлесіп біраз шараларды іске асырамыз деп жоспарлап отырмыз. Тағы да осындай демеушілерге алғысымды айтамын. Осы Түркістан қаласының тұрғындарының атынан сіздерге үлкен алғыс. Бүгінгі қоныс иелеріне құтты болсын деп айтқым келеді. Мерейлі күндеріміз көп болсын. Осындай керемет баспанада барлық жақсылықтар, осында той көп болсын. Құтты болсын. Сондай-ақ жаңа баспана иесі Айсыновтар отбасына табысталады. Назаровтар отбасы, жаңа баспаналарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сондай-ақ келесі жаңа баспана иесі Шоқаева Хатира ханымға табысталады. Үй кезегінде тұрғаныма бірнеше жыл болды. Бүгін көп жалғызбасты анамын, бір қыз 2 ұлым бар. Бүгін жұманың несіне сәйкес, жұма күні қабыл болсын, жұманың бүгінгі күніне сәйкес бүгін баспаналы болайын деп тұрмын. Мен үшін және менің отбасым үшін өте үлкен қуаныш. Бірінші Аллаға, одан кейін демеуші ағаларға, інілеріме, сіңілдеріме демеушілік етіп жатқан өте көп қатты ықыласымды білдірем. Көп рахмет. Алла разы болсын. Өте қуаныштымын. Аллаға мыңда бір шүкіршілік етем. Бұған дейін бірнеше жыл жалдамалы пәтерде тұрдымын. Өте жағдай жасалмаған үйде де тұрдық. Әркімнің квартира несінде жүрдік, премиясында үйінде дегендей. Енді міне Алланың қалауымен өз үйің өз өлең төсегің деп өз үйіміз болады Құда қаласа. Өте қуаныштымын. Бүгін пәтер кілтін алған барлық қоныс иелеріне Алла құтты болсын. Аталарымыз айтқандай құтты қоныс болсын, жайлы өріс болсын. Отандарында, отбасындарында Алла тыныштық береке болсын. Бір пиала шай ішеді, рахаттанып отырып көңілсіп, жаймашуақ рахаттанып жүруді нәсіп етсін. Алла Нұралханның тағы да осындай пәтерлерді мұқтаж адамдарға беруін Алла жалғастыра берсін. Алла дұға тілектерімізді берсін, періштелер амин десін. Аллах. Осы қалалық елші ағаларға, осы демеушілік қолдап қуаттап отқан ағаларымызға мыңда бір алғыс. Осындай мұқтаж жандарды біз сияқты баспаналы болып, қуаныш тойға ұласып, әрдайым ел ағаларымыз биік шыңнан көрініп, әрдайым осындай біз сияқты жандардың, мұқтаж жандарға әрдайым қуанышына ортақ болып ағаларымыз, ел ағаларымыз, бас ағаларымыз аман болып,
қолдап қуаттап жүре берсін күліп ойнап. Біз жалдамалы 20 жылдай квартирада тұрдық. Бүгін қуанышыма шек жоқ. Облыс әкімі, қала әкімі және осы бізге демеушілер атынан ұжымына үлкен алғысым шексіз. Әр қазағым жыламай үйлі болсын деймін. Көп балалы аналардың осы көз жасы жерге тамбай, әр ана шырылдаған аналар қазақ елім үйлі болып, осындай баспаналар беріліп, демеушілер атынан беріліп, көп аналарымыз, жаңағы ағаларымыз арқасында квартирада жүріп, далада бала шағасымен кездей, осындай үйлер нәсіп етсін деймін. Үлкен облыс әкіміне және қалалық әкіміне, мынау демеушілердің атына басымды иемін, ұжымдарына үлкен рахмет. Әрдайым қазақ еліміз биік шыңнан көріне берсін, әрдайым жарқырап биіктен көріне берсін. Жарқырап біздің бағымызға, қазақ еліміздің бағымызға облыс әкімдері және қалалық әкімдері жарқырап жүре берсін. Барлық жамандықтан, тілден, сұқтан аман болсын деймін. Қазақ елім жасасын. Үй кезегінде әрекет болғанда болмады. Бір себеп жалдары 5 балам бар, 4 бала, 1 қызым бар. Сондай-ақ заманауи спорт кешені пайдалануға берілді. Төлебаев көшесінде орналасқан жаңа Әбдісалан Нұрмаханов атындағы спорт кешені қала тұрғындары мен спорт сүйер жастар үшін есігін айқара ашты. Ашылу салтанатында Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров сөз сөйлеп, қала тұрғындарын Конституция күнімен және жаңа спорт нысанының ашылуымен құттықтады. Спорт кешенінің жалпы аумағы 4000 шаршы метрді қамтиды. Бұл нысан Түркістан қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі тапсырмасымен Вексторой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлерімен салынған. Ғимарат барлық заманауи талаптарға сай салынған және тұрғындардың бұқаралық спортпен айналысуына, кәсіби спортшылардың дайындық өткізуіне толық мүмкіндік береді. Қасиетті Түркістан өңірі ежелден спортшыларды тәрбиелеп келе жатқан қасиетті мекен. Олимпиада чемпионы Бекзат Саттарханов бастаған талай саңлақтың жолын жалғайтын жаңа чемпиондар да осы спорт кешенінен шығады деп күтілуде. Айта кетейік, қазіргі таңда қалада бұдан өзге спорттың күрес, бокс түрлеріне арналған 4 кешен Мақатаев көшесінде, Бекзат мөлтек ауданында, Теріскей көшесінде және Баянауыл аумағында салынып жатыр. Сондай-ақ мерекеге орай су жаңа мәдениет үйі салтанатты түрде ашылды. Ашылу салтанатында мәдениет үйінің лентасы қиылып, алғашқы көрермендерін қарсы алды. Театрландырылған Жасақ қазақ ел атты саздық қойылым сахналанып, яссы фольклорлық ансамблі мен өнерпаздар халық әндері мен патриоттық шығармаларды орындады. Мәдениет үйінің лентасы қиылды. Құрметті түркістандықтар, құтты болсын, қол соғып, қошемет көрсетіп қояйық. Салтанатты рәсімге Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров арнайы қатысып, көпшілікті мерекемен жаңа нысандардың ашылуымен құттықтады. 500 орындық зәулім ғимарат заманауи талаптарға сай салынып, өнер мен шығармашылықтың дамуына кең мүмкіндік берді. Жалпы аумағы 1,13 гектарды қамтитын нысанның құрылысын Түркістан қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі тапсырмасымен Өмірзақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлері жүзеге асырған. Бұл нысан өңірдің мәдениет әлеуетін арттырып, тұрғындар мен жастардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге қызмет ететін болады. Қадірлі ағайын, Түркістан қазақ руханиятының алтын есігі, тарих пен мәдениеттің мәңгілік ордасы. Облыста осы біздің орталықта жаңа мәдениет ошағы бой көтеруде. Халықтың рухани өмірін жаңғыртып, талантты жастарымыздың қанатты кеңіне жаюға, мәдени мұрамызын дәріптеуге зор үлес қосады. Бұл игі іс мемлекет басшысының Түркістан төлеу жолдарында стратегиялық бастамаларын лайықты қадам деп айтсақ болады. Құрметті жерлестер, жаңа мәдениет үйі өнер мен өркениеттің тоғысқан құтты мекеніне айналып, ел игілігіне қызмет етеді деп сенемін. Баршаңызды Конституция күнімен жаңа мәдениет ашылуымен тағы да құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, облысымыз өркендей берсін, өнер мен мәдениеттің ордасы болып асқақтай берсін. Бүгін қасиетті Түркістан қаласында тарихи күн, тарихи сәт, тарихи оқиға. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында көптен күткен Түркістан қалалық мәдениет үйі ғимаратының ашылуы болып, ұжымдарымызбен қатты қуанышты көңіл күйде тұрмыз. Ғимаратымыз құтты болсын. Біздің мәдениет үйі ғимараты 30-40 жылдан бері халыққа қалтқысыз қызмет етіп келеді. Бүгінгі ғимарат ашылуына біздің сүйікті көрермендеріміз келіп, қала жұлдыздары, сырттан келген жұлдыздарымыз үлкен өнер шашуын шашып жатыр. Жалпы мәдениет үйінің
қызметкерлерінде бізде жалпы 5 үйірме жұмыс жасайды. Ән, терме, би, біздің халықтық атағы бар өнер ұжымдарымыз да бар. Мынау қазір өз өнер шашуын шашып тұрған Яссы халықтық фольклорлық ансамблі 45 жылдан астам еңбек етіп келеді. Сол сияқты Түркістан халық театрымыз бар, шұғыла мәдени үгіт тобымыз бар. Біз коллективпен үлкен қуанышты сәтті қарсы алудамыз. Қала басшылығына үлкен алғысымызды айтамыз. Шара барысында өнерпаздар көпшілікке әсем ән мен күйден шашу шашып, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Өнер иелері сахна төрінен ақжарма тілектерін білдіріп, ел бірлігі мен татулығының мәңгі болуын тіледі. Жаңа әлеуметтік нысандардың ашылуы мен қайырымдылық шаралары Конституция күні мерекесінің мәнін айшықтап, Түркістан жұртшылығы үшін ерекше мерейлі сәтке айналды. Келемін содан бері өзіңді ойлай, өзіңнен айналайын келемін содан бері өзіңді ойлай, өзіңнен айналайын барша қазақ елін, Түркістан қаласын осындай керемет мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Қалай айтсам екен, және де осы мерекеге орай Түркістан қаласында мәдениет орталығы ашылып жатыр. Әр қалаға, әр жалпы елге мәдениетке көңіл бөлу керек. Қазіргі уақытта Түркістан өте керемет дамып келе жатыр. Сұлу қалаларымыздың бірі болып жатыр. Және сол үшін мен өте қуаныштымын. Түркістан қаласына келгенімізде көңіліміз жабырқап, өте бір жарқын көңіл күйде жүретініміз, сол сезіміміз одан бетер ұлғайып жатыр. Оның бәрі осы Түркістан қаласының, жалпы оңтүстік өңірінің басшыларының арқасында деп ойлаймын. Сондықтан шын жүректен баршаңызды құттықтаймын. Жайнай беріңіздер, жасай беріңіздер Түркістан. Қымбатты түркістандықтар, Түркістан қаласының қонақтары, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Конституция күні шын жүректен құттықтаймыз. Елімізге тек жақсы жаңалықтар болсын, еліміз аман болсын. Бүгінгі ғимарат, керемет ғимараттың тұсаукесеріндеміз. Мәдениет үйлеріңіз құтты болсын. Осы жерде тек жақсы нәрселер, жақсы іс-шаралар өте берсін деп тілеймін. Алдағы уақытта бұл мәдениет үйінде түрлі концерттер, шығармашылық кештер мен мәдени шаралар ұйымдастырылмақ. Бұл қала тұрғындарының рухани өмірін жандандырып қана қоймай, Түркістанның мәдени келбетін айшықтай түспек. Конституция күні қарсаңында өткен бұл шаралар қаланың көркін кіргізіп, тұрғындардың мерекелік шаттығын еселей түсті.